Мына қой, семіз қой екен, 120 мың теңгеге алынды. Семіз жем жеп тұрған. Көке, саудасын берсін. Үшеуі 25 мыңнан болды. Сосын, үш-лақ 25 мыңнан болды. Мінекей мына қозы 40 мың теңгеге алынды. Ассалаумағалейкум. Айбектің баласы нешеге алдыңыз ана қойды? Қозы қой ішінде бар. Қанша алдыңыз? Қозы қой 85 мың болады, 82 мың болады. 85 мыңнан. Қозы қырғашы 82 мың аламын, қошқа. Қозы қой 80 қанша болды? 85 мен 80. 85 пен 82 мыңнан арасында. Мінекей 123 мыңға мына інім алды. 123 мың алды. Жақсы, құтты болсын бауырым. Мінекей мына қошқа 100 мыңға алынды. Семіз екен. 100 мыңға алынды. Мінекей 65 мың теңгеге қозыл қой алынды. Құтты болсын, мына малдан берекет алыңыздар. Мына қозыл қойда бұл да 65 мың теңгеден болды. Құтты болсын, малдан берекет алыңыз. Мінекей мына қошқарлар сатылады екен, 120 мыңнан дейді. Әрқайсысы саудасы бар. Телефон açın. 77 734 94 97. Осы нөмірге хабарласыңыздар. Штан қаласынан. Әрқайсысын 60 мыңнан алынды. Жақсы құтты болсын, малдан берекет алыңыз бар. Мінекей ағамыз 85 мыңнан дейді. Қозыл қойларда аздап саудасы бар дейді. Нөмір айтсаңыз. 776 313 80 73. Төрт келген. Неше бас? 9 басы қалды ғой, 20 басақ келгем. 11 басы саттым, 9 басы қалды. Жақсы, Алла берекесін берсін. Мінекей қозыл қойлар сатылды. Әрқайсысы 90 мың теңгеден алынды қозыл қоймен бірге. Аға неше бас алдыңыздар жалпы? 4 бас жалпы. Нарда 4 бас, 5 бас. Тағы да мінекей біреу тұр. Жақсы, құтты болсын. Малдан берекет алыңыз. Ағамыз қошқар алды. Мінекей 90 мың қалыпты. Семіз екен. Құтты болсын. Бордақыға малдан берекет алыңыз. Мінекей ақша санаватыр. Ал. Ділбек па? Есімі е? Ілбек. Нешеге алдың да қошқарды? 110? Қойды 110 мың қалыпты. Ал, құтты болсын. Мінекей 35 мың теңгеге мына тоқал ешкі сатылды. Егіз лағымен бірге. Ал, көке, құтты болсын. Арзан қалыпсыз. Мінекей үлкен қозылар 35 мыңнан болды. Кішкентай мына қозылар 20 мыңнан болды. Мынау 20 мыңдық неше айлық қозылар бұлар? Бір айлық па? Үлкендер ше, үлкендер неше айлық? 3 айлық, жақсы болсын. Мінекей қозыны 45 мың теңгеге алын дейді. Жақсы болсын. Қой, 60 мыңға ма? Мына кішкентай тоқшы 40 мың алды. Жақсы болсын. Мінекей қозыл қой 75 мың теңгеге алынды. Мінекей қозысын. Құтты болсын аға. Мінекей 100 мың теңгеге қозыл қой алынды. Жақсы, құтты болсын. Малдан берекет алыңыздар. Мінекей тоқал ешкі егіз туған екен, екі лағы бар. Бұл нешеге алынды? 37 мың алынды. Құтты болсын. Малдан берекет алыңыздар. Құрметті достар, Түркістан қаласында осындай астау домбыра дүкені ашылды. Дәл қасында Фараб кітапханасы және де Әмір сауда орталығының дәл жанынан ашылды. Сіздерден осындай керемет, осындай алтын домбыра сапасы өте мықты, сапасы өте жақсы ағаштан жасалған, және де осындай қазғарда жалжая ет салатын, қамыр салатын осындай ағаш астаулары бар. Мінекей қазақы нақышта керемет оюланған, одан кейін қымыз қымыран құятын табақтар бар, тостақтар бар. Керемет. Және де осындай үйге қоятын сувенирлер бар. Туған күн болса осындай сувенирлерді сыйласаңыздар да болады. Сонымен қатар осындай ағаштан жасалған осындай конфет, печенье салуға да болады. Қонақтарыңызды күтсеңіздер керемет дастархан алдында осындай ағаш астаумен, қамыр ауқатпен, етпен және де конфет, печеньемен қойсаңыздар да болады.